Ешкімге масыл болғым келмейді. Алматыда көп қабатты тұрғын үйдің шатырынан құлап мерт болған екі қыздың бірінің ұялы телефонынан куәгерлер осындай жазба тапты. Бүгін таңғы 10 шамасында Алмалы ауданында екі оқушының денесі табылған еді. Бірі бұл әлеуметтік желідегі қауіпті ойынның кесірінен болған қайғылы жайт десе, енді бірі жасөспірімдердің сөмкелеріндегі дәйектерге сүйеніп, олар өз-өздеріне қол салды деп отыр. Әйкерім Пернебек оқиға орнына барып куәгерлермен тілдесіп қайтты. Жаға ұстатарлық жайт бүгін Жамбыл көшесі мен Сейфуллин даңғылының қиылысындағы 9 қабатты баспанада болды. Үйіне қайтып келе жатқан Галина Васильева ауласының маңынан полиция қызметкерлерін көріп жақындай бергенде, жерден оқушы қыздардың мәйітін көріп есеңгіреп қалдым дейді. Было очень много полиции. Мен емханада болғам, келсем полицейлер жүр екен, сонда екі қыздың денесін көрдім. Олардың биіктен құлап өздеріне қол жұмсағандарын естідім. Менің білуімше олар алдымен тамырларын кеспек болған, алайда қолдарынан келмеген соң секірген секілді. Сөмкелері толған қорқынышты заттар сұмдығай. Мына шатырға баратын баспалдақ үнемі ашық тұрады. Тұрғындар қайғылы жағдайдан кейін полицейлермен бірге жүріп үй кіреберісінде темекі қалдықтарын байқаған. Одан соң шатырға шығып, оқушы қыздардың сөмкелері мен жеке заттарын көріп шошыған. Себебі дорбалардың ішінде қанға оранған майлық, дәрілік препараттар мен қауіпті өткір заттар болған. Сондай-ақ оқушының бірі ұялы телефонынан бейтаныс адамға күмәнді хабарлама жіберген. Здесь был рюкзак. Мұнда қыздардың бірінің сөмкесі жатты. Оның ішінде ас үй пышағы, кескіш заттар, қанға боялған майлық, 7-ші сыныптың оқулықтары болды. Біз жоғары көтерілдік. Онда екі аяқ киім, екі телефон болды. Сосын шылымның қалдығын көрдік. Телефондардың куәгер ретінде біздің көзімізше ашып көрсетті. Онда әлдегімге тамырымды таппай тұрмын, шаршадым. Ешкімге кедергі масыл болғым келмейді деген хабарламалар жіберілген. Бірнеше сағат бұрын дәл осы 9 қабатты үйдің мына төбеге баратын баспалдағынан екі құрбы жасөспірім көтеріліп, сол күйі қайта түскен жоқ. Олардың денелері осы үйдің маңайынан табылды. Ал куәгерлердің айтуынша, жеке сөмкелерінде қайшы, пышақ және бірнеше өткір зат табылған. Мына біз көріп тұрған екі құлп әдетте болмайтын. Тұрғындардың айтуынша, егер қауіпсіздік шаралары бұрыннан ескерілетін болса, бұндай қайғылы жағдай болмас еді. Куәгерлердің сөзінше, марқұм қыздар жақын дос болған көрінеді. Олар сол маңайдағы нөмірі 25-ші мектептің 7-ші сыныбында оқыған. Бірі көрші аулада, екіншісі сол аудандағы басқа көп қабатты үйде тұрған екен. Оқиғаға қатысты полиция департаменті мәлімдеме жасады. Аталмыш дерек бойынша Алмалы аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады. Оқиғаның себеп салдары мен мән-жайы анықталуда. Жан түршігерлік жағдай бұл көп қабатты үйдің тұрғындарын есеңгіретіп тастады. Оның үстінде жоғарғы апаратын есіктің әрдайым ашық тұратынын бәрі біледі дейді. Жасөспірімдер түрлі әрекетке бару мүмкін деп алаңдайды. Бүгінгі қайғылы оқиға бұған дәлел болғандай. Енді мұндағы тұрғындар пәтер иелері кооперативінен ауладағы қауіпсіздікті қатаң бақылауға алуды талап етіп отыр.